Жақсы кездесулер болып жатқан шығар. Фото-видеоларыңыз бар ма? Фото-видео ма? Өкінішке орай жоқ бізде. Не себеп, не болды, неге кездесу болмай жатыр? Кездесу болған жоқ. Өткеннен бері мүлде болмады ма? Мүлдем уақытта болмады негізі. Оған да причиналар бар деп ойлаймын. Мен өзім тарапымды айтсам. Бізде жаңағы алдындағы ақпарат шықты, анау шықты, өзім миымда ми ашу болды, өзім настроение болмай жүрді. Сосын мен өзім анам келген болатын Шымкенттен. Сол кісімен 2-3 күн уақыт өткізген болатын. Енді сағынып қалғанымда уже Алматыға келгелі бері ол кісімен көрген жоқпын да. Өйткені анам қазір бір өзі ғой Шымкент қаласында. Енді алдында ситуациялардан кейін уайымдап келгені бар. Келмеңіз десем де келіп алған сол кезде. Сол кісіні күтіп алып, түнде келді, ертесіне бірге жүріп, жаңа торговый центрге барып, бірге бар аралап сөйтіп 2 күн уақытым өткен болатын. Дариға айтқам негізі, ол кісі дұрыс түсінді. Иә, дұрыс, анаңызбен жүрген дұрыс қой, уайымдады. Сол кісінің көңілін аулаңыз деп айтқан болатын. Рахмет түсінгеніңізде. Иә, негізі сол демалыс күндері бірге боламын деп солай ойлағам негізі. Бірақ енді сол бір жұмыс болсын, кездесу болсын, соның арасында бір кездесуге уақыт табылмағаны таңғаларлық. Иә, уақыт келмеді. Вообще мен кеш Бәріміздің есімізде шығар, иә, бұл кісіге үміткер келген күні Назым қатысушы болып келген болатын. Ана жақтан келіп, мына жерге Назымға бір әңгіме айтып, Ғалымжан сөйтіп кеткен еді ғой, барлықтарыңыз есімізде болса. Бір өтірік айтып тұрған сияқты, үміткерім жоқ кезде Назымды шақырдым деген секілді. Иә, сырласудан келіп, мына жерге келіп, Назымға бір андай өзінің бір жылы лебіздерін білдіріп кеткен болатын. Өте дұрыс айтасыз, енді есіме түсті. Тіпті, иә, осы қор қызындай деген сөздер айтылған жоқ па осы жерде, иә? Ай, Ғалымжан, сіз бізді адастырайын дедіңіз ғой. Енді көрдік қой енді. Енді бір қолдау көрсетейін деген мақсатта болды. Негізі артық ой. Мәселе ода емес, мәселе бұл кісілердің келген күні бір күн болып тұр ғой. Жоқ, ол кезде басқа қыз келген еді маған. Басқа қыз беді? Басқа, иә, басқа шашы қысқа қыз келіп еді ғой. Сол күні. Мен сырласуға кіріп кеткен кезде. Ай, сізге сөйлейтін сияқтымын, басқа үміткер болса үміткер шығар, бірақ та барлығымыз байқаған шығармыз, негізі Ғалымжан ана жақтан келіп, Назым бірден көзіне түсіп, тіпті ар жақта жарнамаға шыққан кезде де Назым туралы сұрап, бірден көзі жайнап кеткен. Мне кажется, барлығы көрді оны. И даже бұл үміткер келмей тұрып, бұл кісінің ойым Назымға кетіп қалған сияқты көрінеді.